Қазіргі таңда неше түрлі сұмдықты естіп те, көріп те жатырмыз. Бұрын зұлымдық аз болған ба, қазір жауыздықтың қазанының беті ашылды ма, немесе бұрын ғаламтор болмағандықтан көп нәрсе көрсетілмеді ма, білмедім. Бүгінгі оқиға Ұлыбританияда орын алады. Бұндай жауыздықты қалай басынан өткізді, қалай ары қарай өмір сүруге болады деген сұрақ бізді қынжылтады. Сіздермен бірге куәгер каналы. Каналға жазылмай көретін адамдар көп екен, каналға жазылып қойыңыз, біз үшін үлкен көмектеріңіз тиетін еді. Рахмет, ондай болса жалғастырайық. Бұл оқиға Ұлыбританияда Честер қалашығында болды. 1989 жылы Кит Янг және Саманта Доул танысты. Уақыт өте келе олардың арасында махаббат пайда болды. Бірақ олар қарым-қатынасын айналадан жасырды. Себебі Кит Янгтің әйелі және бала шағасы бар, ал Саманта болса 14 жасар жасөспірім еді. Саманта оны қатты жақсы көргені соншалық, Кит Янгтің үйленгенін білсе де онымен бірге болды. 1995 жылы 20 жасар Саманта Кит Янгтан аяғы ауыр болды. Оны естіген Кит Янг бірнеше күн бойы ойланып шешім қабылдады. Ол әйелімен ажырасып, Самантамен бірге тұруды шешті. Кит Янг ажырасқаннан кейін Саманта оның үйіне көшті. Сол жылы Саманта босанып Кит Янгқа ұл сыйлады. Оның атын Джошуа деп атады. Саманта үйінде жалғыз қыз еді. Ол өзінің бауыры болғанды армандайтын. Сондықтан соң үйленгенде ол көп балалы болуды мақсат ететін. 1999 жылы олар 4 балалы болды. Джошуа, Томас, Коул және Денни деген 4 ұлы болды. Саманта жұмыс жасамайтын, ол үйде бала-шаға, тамақ жасаумен күнін өткізетін. Ал Кит Янг ол трактор жүргізуші болып жұмыс жасайтын. Сырттан қарағанда олар өте керемет, үлгі болатын жанұяға ұқсайтын. Бірақ сыртқы көзге бүтін болғанмен жанұяның іші түтінге айналып жатты. Яғни ұрыс-керіс көп еді. Саманта бірінші ұлын босанғаннан бастап ұрыс-керіске үй толы еді. Кит Янг түнімен қаңғырып, таңға жуық келетін. Қайда және кіммен болғанын айтпайтын. Осы себептен Саманта ұрыс шығаратын. Бірнеше ай өткеннен кейін ұрыс тек сөзбен, айқаймен шектелмеді. Кит Янг Самантаны ұратын болды. Сондай бір түнде Саманта шыдамай полиция шақырды. Полиция келіп Кит Янгтың қолына кісен салып, қамауға алып кетті. Бірақ Саманта арызын қайта алып күйеуін кешірді. Осы оқиғадан кейін олар біраз уақытқа дейін тату-тәтті өмір сүрді. 1998 жылы шілде айында түнде Кит Янг пен Саманта екеуі көшеде серуендеп үйге жақындаған кезде үйдің алдында тұрған келіншекті көреді. Ол келіншек Кит Янгтан аяғы ауыр екендігін айтып жылады. Ал Кит Янг болса оның оған қатысы жоқ екендігін айтып мойындамады. Кит Янг пен Саманта қайта қатты ұрсысып, Саманта соққының астында қалды. Ол полиция шақырып Кит Янгқа арыз жазды. Бір күннен кейін Саманта арызын қайта алды. Осыдан кейін, яғни 2001 жылы олар заңды тұрғыда үйленді. Уақыт өте келе қайта ұрыс, қайта төбелес болып тұрды. Мұны көтере алмаған Саманта 4 баласын алып туысқандарына көшіп кетеді. 2003 жылы Кит Янг пен Саманта ажырасуға шешім қабылдады. Соттың шешімі бойынша 4 бала Самантада қалатын болды. Бірақ аптаның әр сәрсенбі және сенбі күндері Кит Янг балаларды алып кетуге құқылы болды. Саманта ешқандай бір қарсылық бермеді. Сол жылы наурыз айында Саманта 5-ші балаға аяғы ауыр болды. Саманта ажырасқаннан кейін 2-3 айда басқа ер азаматпен жүріп бастады. Іші өсе келе Саманта Кит Янгқа аяғы ауыр екендігін өзі айтты. Бастапқы уақытта ол ештеңке демеді. Бірнеше уақыт өткен соң ол Самантаға келіп, баланы алып тастауын сұрады. Самантаны қатты жақсы көретінін және оралуын өтінді. Бірақ Саманта оның сөзіне сенбеді, оның бетін қайтарды. 27 наурызда Кит Янг келіп балаларды алып кетеді. Ол кешке балаларды алып келу керек еді. Белгісіз себептермен Кит Янг келмеді. Саманта Кит Янгқа бірнеше рет ұялы телефонына қоңырау шалды. Телефон сөндірілу болғандықтан Саманта қатты уайымдады. Түнгі сағат 12-де Кит Янг Самантаға хабарласты. Самантаның түрі өзгеріп, жылап жіберді. Өйткені ол телефонның арғы жағынан шыңғырып жылап жатқан балаларының дауысын естіді. Кит Янг оған өзін-өзі өлтіретінін және балаларды өзімен алып кететінін айтқан кезде Самантаның қол аяғы істемей қалғандай болды.
Мен балалармен бірге көліктемін. Көліктің ішінде көгал жапқышты қостым. Соның түтінімен біз бірге өлеміз. Сен бақытты болып жүрсен, онда мә саған, өмірің соңына дейін 4 баланың өлімі енді сенің есіңде болады. Естіп жатсын ба балаларының шығарғанын деп, Кит Янг тұтқаны қоя салды. Саманта шұғыл полицияға хабарласып мән-жайды айтты. Полиция Кит Янгтың телефоны арқылы іздестірді. 1 сағат өткеннен кейін Кит Янг өзі хабарласты. Телефонды ала сала Саманта құрсағындағы баланы алып тастайтынын және оған қайта оралатынын айтты. Сонда Кит Янг Самантаға сен кешіктің, кіші баламыз Дени көз жұмды деді. Үлкен баласы телефонды алып, Самантаны қатты жақсы көретінін айтып қоштасты. Телефонды Кит Янг қайта өзіне алып балалардың арт-артынан қалай тұншығып өліп жатқанын сипаттап отырды. Содан кейін Кит Янгтың даусы да естілмеді. Тек телефоннан көгал шапқыштың даусы ғана естілді. Бірнеше минуттан кейін шағылған терезенің даусы естілді. Терезені шаққан полиция еді. Полиция Кит Янгтың телефоны арқылы оның қайда екенін тауып шұғыл түрде көлік тұрған жерге жеткен. Өкінішке орай көлік қаладан 50 шақырым жерде болған. Жедел жәрдем көліктің ішіндегі балаларды және Кит Янгқа жәрдем көрсетті. Бірақ өкінішті, ешкімді аман алып қала алмады. Саманта өлгісі келді. Ол балалардың өліп жатқанын естіп есінен бірнеше рет талды. Кейін балаларды тапқаннан кейін, ол балаларды көріп қатты қиналды. Осындай жағдайдан кейін ол құрсағындағы баласынан да айырылды. 2 жыл өткеннен кейін Саманта ұл туды. Оның атын Морган деп қойды. Морган қайтыс болған балаларының орнын баса алмайды, бірақ оған ары қарай өмір сүруге көмек беретініне біз сенеміз. Қазіргі таңда неше түрлі сұмдықты естіп те, көріп те жатырмыз.